Сәлем достар, Балқаймақ арнасына қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін біз ірімшікті бәліш жасайтын боламыз. Ол үшін бізге бөлме температурасында ерітілген сары май немесе маргарин қажет болады. Және 3 ас қасық шекер салып, шым-шым тұз салып, және нан содамызды алма сірке суымен ерітіп аламыз. Ерітіп алып, әбден езіп, осындай үстіне 4 стақан ұн салып, әдемі крошка дайындаймыз. Крошкамыз осындай әдемі бір келкі болып шыққан кезде салмамызды дайындауға кірісеміз. Салмамызға творогқа шекерді қосып, жұмыртқа, ванилин қосып, блендермен араластырамыз. Крошкамызды екіге бөліп, формаға салып, крошкаларымызды салып аламыз да үстіне тегіс қылып салмамызды саламыз. Бетіне қалған крошкамызды бір тегіс қылып салып шығамыз. Енді қызып тұрған пешке 200 градус температурада беті қызарғанша 40 минут пісіреміз. Егер осы видеом ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, міндетті түрде каналға жазылып қойыңыздар. Мінекей осымен біздің ең оңай рецептпен дайындалатын ірімшікті бәлішіміз дайын. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын. Әлде көптеген рецепттермен сіздерді қуантатын боламын.